Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен осындай Божья коровканың резинкасын тоқып үйренеміз. Өте оңай жасалынады, әрі қолжетімді материалдармен, яғни екі түсті ғана бисермен қолданамыз. Ол үшін бізге қажетті заттармен таныс болайық. Ең алдымен қара түсті бисер, одан кейін осындай лескада тоқимын, және де резинка қажет, және қызыл түсті бисермен де таусылып қалғандықтан осындай көлемі үлкен бисерлермен тоқи беремін. Егер бар болса, кішірек бисермен тоқсаңыздар болады. Және қайшы, бисердің инесі, одан кейін Божья коровканың осылай пішінін қағазға түсіріп аламыз да. Одан кейін осындай фетр матасына да түсіріп алып, содан кейін фетр матасының 3 размерін осылайынан кесіп аламыз. Бұл яғни Божья коровканың ортасы кішкене көлемдірек болу үшін қажет. Ең алдымен лескамызды осылай инеден өткізіп аламыз да. Мына 3 фетр матамызды осылай бір-біріне тоқып аламыз. Егер ыстық клей болатын болса, ыстық клейдің көмегімен жабыстырсаңыздар да болады. Немесе ыстық клей жоқ болса, осылай бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Айналдырып, қаттырақ қылып тігіп шығамыз. Бұл яғни орнынан жылжып кетпес үшін, ары қарай жұмыс жасағанға ыңғайлы болу үшін қажет. Мінекей осылай айналдыра тоқып шығасыздар. Енді мен жібімізді сабақтаймын да, артық жіпті кесіп тастаймыз. Осылайынан 2-3 түйреп байлап кесіп тастайсыздар артығын. Одан кейін бізге енді Божья коровканың суретін яғни бастырып, қайтадан ручканың көмегімен бастырып шығамыз. Өзімізге түсінікті болу үшін осылайынан ручкамен бастырып шығамыз, яғни. Міне осылай айналдырып тоқып шықтым. Енді бізге ручкамен сызылған жерлерін қара бисермен тоқып шығу керек. Ол үшін қара бисер аламыз. Одан кейін 5-6 қара бисер аламыз да, фетр матасына осылай жақындатып аламыз. Одан кейін өзінің керекті бізге қажетті ұзындықты көреміз өлшеп. Менде бір бисер артық болды, оны алып тастаймын. Одан кейін осылай төменге қарай фетр матасына түсеміз. Сосын қайтадан жоғары қарай фетр матасына шығамыз да, ары қарай жалғастырамыз. Яғни қырларын ручкамен сызылған осы қара бисерлермен осылайынан толықтырып шығамыз. Тағы да 5-6 бисер аламын да, осылай өлшеп көреміз. Содан кейін төменге қарай инемен түсіп, осылайынан өлшеп аламыз да. Енді артығын алып тастаймыз. Менде артық болып қалды. Осылай енді төменге қарай фетр матадан төменге қарай түсеміз. Осылайынан, яғни достар, екінші жағын, яғни ручкамен сызылған екінші жағын осылайынан істеп аламыз. Фетр матасына төменге қарай өтіп, енді қызыл бисерлермен осы толықтыратын боламыз. Ол үшін қызыл бисер аламыз. Төменге қарай фетр матасына түсіріп, фетр матадан төменге қарай қайтадан екінші жанынан шығамыз. Одан кейін жоғары қарай қайтадан фетр матасынан көтерілеміз де, инемен тағы да бір қызыл бисер аламыз. Фетр матасына жақындатып, яғни өлшеп аламыз да, екінші жағынан осылай дәл мен сияқты өткізіп аламыз. Осылай ішін толықтырып шығамыз қызыл бисерлермен. Ал мына қара 3 точкамен сызған жерлерді, яғни белгілеп алған жерді, ол жерлерге тек қара бисерлерді ғана өткізесіздер, ал қалған жерлеріне қызыл бисерлермен осылай өткізіп шығамыз. Енді тағы бір қызыл бисер алдым. Осылайынан өткіземіз. Енді төменге қарай инемен қайтадан шығамыз. Ал достар, міне осылай тоқып шықтым.
яғни 3 нүкте тұрған жерді қара бисермен, қалған жерлерді қызыл бисерлермен толықтырып шықтым. Енді мына жерді қара бисерлермен толықтырып тоқып шығамыз. Яғни бір қара бисер алып, фетр матасını төменге түсіп, жоғары қарай қайтадан шығамыз. Одан бір бисер алып, осылай осы жерді тек қара бисерлермен толықтырып шығамыз. Ал достар, мінекей осылай қара бисерлер толықтырып шықтым. Енді мына жерді қара бисермен толықтырып шығамыз. Яғни қара бисерлер тоқып, ең алдымен осылай шетінен бастаймыз, яғни өзінің көлемін келтіріп, яғни осылайынан толқып шығамыз. Яғни басында осы мен көрсеткен қазір жасап жатқан жерлердің барлығында қара бисерлермен толықтырып шығамыз. Яғни тек қара бисерлермен тоқып шығамыз. Мінекей басында осылай қара бисерлермен тоқып шықтым. Енді екінші жағын жасаймыз. Ол үшін қызыл бисерлермен алып тоқып шығамыз және 3 нүктесі тұрған жерге тек қара бисерлерді қолданамыз. Яғни осылайынан өздеріңіз жасап шығасыздар. Ал достар, менде осындай болып шықты. Сіздерде де дәл осындай болды деген ойдамын. Артынан осындай болып көрінеді. Енді бізге екінші фетр матасы қажет. Ол үшін осылай көлемін сызып алып, қиып аламыз. Осылай фетр матаны кесіп алдым. Енді екіге бүктеймді. Осылай ортасынан екі жағынан кішкене қайшымен осылай кесіп аламыз. Бұл резинканың орнын дайындаймыз. Яғни енді бізге осындай тағы да ұзын фетр матаны тағы кесіп аламыз. Бір үшін осылай жаңағы кескен жерге саламыз да ортасына резинка саламыз. Және екінші жағында осылай саламыз да артық жағын кесіп тастаймыз. Енді ары қарай жалғастырамыз. Яғни екі жағын клей болса ыстық клейдің көмегімен жабыстырамыз, немесе жоқ болса мен сияқты осылай жіппен лескамен осылай мен тоқып шығамын, яғни тігіп шығамын, білдіртпей екі фетр матаны тігіп шығасыздар. Міне осылай болып шығады. Яғни білдіртпей тігіп алдым. Енді жаңағы дайын болған резинкамызды бір-біріне қосып, яғни екі фетр матаны бір-біріне қосамыз. Ол үшін инені сабақтап аламыз, яғни лескадан өткізіп, шетін осы қара бисерлермен тоқып шығамыз. Ол үшін мінекей білдіртпей түйінделген жер білдіртпей ортасына салып жібереміз де, төменнен жоғары қарай екі фетр матаны қосып тігеміз. Одан кейін яғни бір бисер аламыз ортасына, сосын сол бисерден қайтадан жоғары қарай шығамыз. Тағы да бір бисер аламыз. Мінекей осылай қосып тігеміз де, сол бисерден қайтадан жоғары қарай шығамыз. Яғни айналдыра осылай тігіп шығамыз. Тағы бір бисер аламыз, жоғары қарай шығамыз да, сол алынған бисерден қайтадан инемен жоғары қарай шығамыз. Яғни достар, осылай айналдыра қара бисермен тоқып шығасыздар. Айналдыра қара бисермен сыртын, яғни шетін тоқып шықтым. Енді соңғы бисер қалды. Міне оны да осылай тоқып шықтым. Енді артық жіптерді осы бисерлердің ортасынан өткізіп, яғни білдіртпей осылай бисерлердің ортасынан өтеміз де артық жіпті кесіп тастаймыз. Осындай болып шығады. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер ұнап жатса, мені қолдап, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі көптеген мастер-класстарды бірге жасайтын боламыз.